Сәлем достар, сіздермен Әсия. Менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен небәрі 5 минуттың ішінде пісіп шығатын сковородкада пицца дайындаймыз. Жасалу жолы тез, әрі оңай, бірақ өте дәмді болып шығады. Ендеше менімен бірге жасаңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, басқа да пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Каналыма кірсеңіздер, өте дәмді рецепттер, ерекше қолөнердің түрлерін және де денсаулыққа пайдалы видеоларды таба аласыздар. Видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Пиццамызға қажетті заттар: ұн, жұмыртқа, кетчуп, майонез, қаймақ, тұз. Салмасына өздеріңіз қалауларыңыз бойынша менде колбаса, сыр және помидор. Толық құрамын астына описанияға жазып қалдырамын. Ал ендеше кеттік, пиццамызды жасап бастайық. Алдымен қамырын жасайық. Табамызға 2 жұмыртқа саламыз. Жұмыртқамыздың үстіне 2 ас қасық қаймақ саламыз. Одан соң 2 ас қасық майонез саламыз. Дәміне қарай кішкене тұз себеміз. Одан соң барлығын бір массаға келгенше венчиктің көмегімен араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді осының үстіне 5 ас қасық ұн саламыз. Венчиктің көмегімен барлығын араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Пирогтың қамыры секілді осындай қоймалжың қамыр болып шығуы қажет. Енді қамырымызды сковородкаға саламыз. Сковородканы бірінші майлап аламыз. Одан соң қамырымызды құямыз. Қасықтың көмегімен осылай біркелкі етіп қамырымызды барлық жағына орналастырамыз. Енді пиццаның салмасын тураймыз. Менде колбаса. Сіздер қалауларыңыз бойынша өз жағдайларыңызда кез келген салманы салсаңыздар болады. Колбаса, сосиска, перец, помидор, кез келген салманы қолдануға болады. Мен осылай колбасаны 4 бөлікке етіп турап алдым. Одан соң помидорды турап аламыз. Ал сырды үккіштен өткізіп аламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Енді бұны қамырдың үстіне қоямыз. Алдымен кетчупты жағып шығамыз. Одан соң барып колбасаларымызды қоямыз. Помидорларды қойып шығамыз. Соңынан бетіне сырды себеміз. Міне пиццаны жасап болдық. Енді сковородканың бетін жауып, газге қоямыз. Газдың төменгі отында 5-7 минут пісіреміз. Міне 7 минут өтті, пиццамыз толық пісіп шықты. Иісі керемет болып шығып тұр. Толық піскенін осылай шпажкамен тексеріп көрсеңіздер болады. Міне біздің пиццаларымыз толықтай дайын болып шықты. Иісі керемет болып шығып тұр. Енді дәмін татып көрейік. Супер. Өте дәмді. Енді пиццаны тек духовкада емес, осылай сковородкада дайындаңыз. Жасалу жолы оңай, жылдам жасалынады. Өте дәмді болып шығады. Кәдімгі пиццадан ешқандай айырмашылығы жоқ.
Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп сенемін. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, астына комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Және де басқа да пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.